Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы аймақтар табиғаты. Бүгінгі сабақта аймақтарға тән табиғат құбылыстары туралы оқисың. Күн райының ерекшеліктері туралы айтып үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Биыл, боран, түске дейін, түстен кейін, еру, ұзақ, үнемі, жиі, кемпір қосақ. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сөздерді оқып, жаттап ал. Боран, түске дейін, түстен кейін, еру, кемпір қосақ. Оқушылар, жаңа сөздерді жаттап аламыз. Екінші тапсырма. Мәтіндерді оқы, салыстыр. Менің есімім Ерік. Ақтөбеде тұрамын. Биыл қыс суық. Аспан үнемі бұлтты болып тұр. Жиі жел тұрады, боран соғады. Қар өте қалың жауады. Синоптиктердің айтуынша, биыл қыс ұзақ болады. Менің есімім Айнұр. Мен Түркістанда тұрамын. Біздің аймақта қыс жылы болады. Күн ашық және тынық. Жерде әлі қар жоқ. Қар түске дейін жауады да, түстен кейін еріп кетеді. Синоптиктердің айтуынша, биыл оңтүстікте қыс жылы болады. Оқушылар, енді мәтіннің мазмұнына назар аударып, екі мәтінді салыстырып көрейік. Бірінші мәтінде Ақтөбеде синоптиктердің айтуынша қыс ұзақ болады. Екінші мәтіннің мазмұны бойынша Түркістанда биыл қыс жылы болады. Үшінші тапсырма. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді қалай таптық? Жауабымызды бірге тексерейік. Жиі, сирек, еру, қату, биыл, былтыр, қыс, жаз, ұзақ, қысқа, оңтүстік, солтүстік, желді, желсіз, қалың, жұқа. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Көршіңмен сөйлес. Ерік пен Айнұрдың телефон арқылы сөйлесуін көрсетіңдер. Қоршаудағы сөздерді қолданыңдар. Қоршаудағы сөздер жиі, синоптиктердің айтуынша, сынап бағанасы, үнемі, жел тұрады, қалың, жұқа, түске дейін, түстен кейін, еріп кетеді, ұзақ, қысқа, оңтүстікте, батыста. Оқушылар, іске сәт. Оқушылар, Ерік пен Айнұрдың телефон арқылы сөйлесуін қалай көрсеттіңдер? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Алло, Айнұр, сәлем. Сәлем, Ерік, қалың қалай? Жақсы, рахмет. Айнұр, синоптиктердің айтуынша, бүгін түстен кейін қатты жел тұрады. Сынап бағанасы -19 градусты көрсетеді екен. Иә, Ерік, мен де теледидардан естідім. Ал түске дейін күн ашық және тынық болады дейді. Иә, солай деді. Айнұр, онда бүгін ойнауға шықпай-ақ қояйық. Түстен кейін қардан аққала жасаймыз деп келісіп едік қой. Дұрыс айтасың, Ерік. Аққаланы басқа күні жасармыз. Жақсы, сау бол, Айнұр. Сау бол, Ерік, кездескенше. Оқушылар, сендердің де құрастырған мәтіндерің сәтті орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Сымсыз телефон ойынын ойнаңдар. Күн райына байланысты сөздерді
бір-біріңе сыбырлап айтыңдар. Оқушылар күн райына байланысты сөздерді бір-біріңе айтып, ойынды әрі қарай жалғастырыңдар. Есте сақтайық. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында шейін, дейін, кейін, соң, әрі шылаулары жазылған. Шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады және өзі тіркескен сөзге қосымша мағына береді. Сонымен қатар уақытты, мерзімді білдіреді. Қашықтықты, белгілі бір заттың тұрған орнын білдіреді. Оқушылар, ережені есімізде мұқият сақтап алайық. 6-шы тапсырма. Кестедегі сөз тіркестерін оқы. Суретке қарап, мағынасын түсіндір. Оқушылар, берілген кестедегі сөз тіркестеріне назар аударайық. Жаңбырға дейін, қысқа дейін, таңертеңге дейін, кешке шейін, қар ерігенге шейін, жаңбырдан кейін, қыстан соң, таңертеңнен кейін, кештен кейін, қар ерігеннен соң, таңертеңнен бері, жаңбыр болғаннан бері. Оқушылар, бұл кестедегі сөз тіркестері уақытты, мерзімді білдіріп тұр. Екінші кестеге назар аударайық. Ауылға дейін, орманға шейін, жолға дейін, көшеге шейін, ауылдан кейін, орманнан кейін, жолдан әрі, көшеден соң. Бұл кестедегі сөз тіркестері қашықтықты, белгілі бір заттың тұрған орнын білдіреді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Аймақтарға тән табиғат құбылыстары туралы оқыдың. Күн райының ерекшеліктері туралы айтып үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 61-ші беттегі 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.